Сәлем достар, видеоны толық көрмес бұрын лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Әлемдегі ең оңай топ 5 тіл. Бұл тілдердің барлығы латын және герман топтарына жатады. Олардың кез келгенін зерттеу 600-ден 750 сағатқа дейін созылады. Біріншісі ағылшын тілі. Ағылшын грамматикасында родтар немесе падеждер жоқ. Етістік тек үшінші жақта ғана өзгереді. Сөздер қысқа. 2000-ға жуық сөзді біле отырып, сіз әңгімелесушінің мәтінін және сөйлеу тілін оңай түсіне аласыз. Екінші, француз тілі. Бұл тілдің кейбір сөздері ағылшын тіліне ұқсас. Оның үстіне олар бізге бала кезімізден таныс. Өнер мен саясатқа қатысты көптеген сөздер француз тілінен енген. Олардың 2000-нан астамы бар. Үшінші, итальян тілі. Айтылымды орнатуға уақыт жоғалтқысы келмейтіндер үшін өте қолайлы. Мұнда ағылшын тіліндегідей жағдайлар жоқ. Ал сөздік өте қарапайым. Көптеген сөздердің латын түбірі бар. Сондықтан олар интуитивті. Төртінші, испан тілі. Қарапайым грамматика және орфографиялық ережелері. Сондай-ақ итальян, ағылшын тілдеріндегі сөздерге ұқсас көптеген сөздер бар. Сондықтан, егер сіз ағылшын немесе итальян тілін бұрыннан білетін болсаңыз, бұл сізге қиын болмайды. Бесінші, эсперанто. Бұл үйренуге оңай болу үшін арнайы жасалған жасанды тіл. Жазылуы испан тіліндегідей. Достар, видеоны аяғына дейін көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Және де сіздерді қандай сұрақтар ағылшын тілінде мазалап жүр, пікірге жазсаңыз, мен сіздерге міндетті түрде шығарамын. Goodbye.